Сәлеметсіз, Марсымбеков Артур. Тобым сәрсенбі күні сағат 3-тен 4-ке дейін. Бірінші сұрақ: қазақ АКСРдегі индустрияландыру саясаты және оның қайшылықтары. 1920 жылдардың соңында кеңес үкіметі бүкіл ел бойынша жедел индустрияландыру саясатын бастады. Қазақстанда осы науқаннан тыс қалған жоқ. Индустрияландырудың ресми мақсаты артта қалған ауыл шаруашылық өлкесін индустриялы республикаға айналдыру болды. Ірі өнеркәсіп орындары ашылды. Қарасақпай мыс қорыту зауыты, Балқаш мыс комбинаты, Ридер, Қарағанды жезқазған кен орындары, Түркістан-Сібір темір жолы, Түрксіб индустрияландырудың ең ірі жобасы болды. 1927-30 жылдарда салынған бұл жол Қазақстанды Сібірмен Орта Азиямен байланыстырып шикізат тасымалдауды жеңілдетті. Алайда индустрияландыру саясатының ауыр қайшылықтары болды. Қазақстан шикізат көзіне ішкі шикізат көзі ретінде қаралды. Дайын өнім шығаратын зауыттар емес, тек шикізат өндіретін кен орындары мен шахталар салынды. Жергілікті кадрлар дайындалмады. Басшылық қызметте негізінен сырттан келген мамандар тағайындалды. Қазақ жұмысшылары төмен дәрежелі қызмет атқарды. Мәжбүрлі еңбек қолданылды. Қарағанды, Балқаш, Стеллак сияқты нүктелерде жер аударылғандар мен тұтқындар жұмыс істеді. Экономикалық теңсіздік күшейді. Қазақ халқы индустриядан шеттетіліп, әлеуметтік қиындықтарға тап болды. Сонымен қатар индустрияландыру Қазақстанның дәстүрлі экономикасын бұза отырып жүргізілді. Бұл кейінгі шаруашылыққа келетін қайшылықтың біріне айналды. Екінші сұрақ: ауыл шаруашылығын жаппай ұйымдастыру және оның зардаптары. 1929 жылдан бастап Қазақстанда күштеп ұйымдастыру саясаты басталды. Кеңес билігінің мақсаты жеке меншік мал шаруашылығын жойып, барлық малды ортақ колхоз, совхоздарға біріктіру болды. Ұйымдастыру қалай жүргізілді? Бай кулак деп танылған адамдар мал мүлкінен айырылып жер аударылды. Қазақтар малын мемлекетке өткізуге мәжбүр болды. Көшпелі және жартылай көшпелі шаруашылық күшпен отырықшыланды. Қысқа мерзімді өнім тапсыру жоспарлары бірнеше есе артты. Бұл саясат мал шаруашылығына қатты соққы берді. Зардаптары: мал басы күрт азайды. 1929 жылы 40 миллион мал болса, 1933 жылы 4-5 миллион ғана мал қалды. Экономикалық күйреу болды. Қазақтар ғасырлар бойы айналысқан шаруашылықтан айырылды. Жаппай аштық болды. 1932-33 жылдары Қазақстан халқы айтқысыз қасіретке тап болды. Ұйымдастыру қазақ халқы үшін демографиялық және мәдени трагедияға айналды. 1932-33 жылдары Қазақстандағы жаппай аштық туралы куәгерлік естеліктері. Ашаршылық 20 ғасырда қазақ халқының басына түскен ең ауыр алапат қырғын болды. Куәгерлердің естеліктері оқиғаның қанша ауыр болғанын дәл көрсетеді. Жанды естеліктерден көптеген куәгерлер былай деп жазады: ауылда тірі адамдар қалмады, үйлер қаңырап бос тұрды. Баланың өліміне төзіп қалдық. Күн сайын бірнешеуден жерлейтін едік. Аштықтан босқын болып көрші елдерге ауа көштік. Көшеде өліп жатқан адамдарды күнде көретінбіз. Қарға мен ит адам сүйегіне тойды. Депті кей архив құжаттарында адамдардың аштықтан ісінгені, елдің Қытайға, Өзбекстанға, Ресейге үдере көшкені, бір күнде бүкіл ауылдың жойылып кеткені туралы жазылған. Ашаршылық салдары: 1930-33 жылдары 2,2 миллион қазақ қырылды. Кей зерттеулерде 2,5-3 миллионға дейін барады. Қазақ халқының өз санының 40%-ын жоғалтты. Қазақстандағы тарихындағы ең үлкен демографиялық апат болды. Төртінші сұрақ: апат аштық жылдары қазақ зиялыларының іс-әрекеті. Қазақ зиялылары ашаршылыққа қарсы мүмкін болған барлық әрекетті жасады. Алайда олардың көпшілігі қуғындалу қаупіне қарамастан күресті. Белсенділік танытқан зиялылар: Тұрар Рысқұлов Мәскеуге хат жазып, аштықты тоқтатуға шұғыл шаралар қабылдауды талап етті. Ғабит Мүсірепов, Мансұр Ғатауллин, Мұстафа Ғатауллин, Емберген Алтынбеков, Қасым Қобыландин Сталинге атақты бесеудің хатын жолдап ашаршылықтың себебі өрескел саясат екенін дәлелдеді. Сәкен Сейфуллин, Смағұл Сәдуақасов азық-түлік көмегімен
ұйымдастыруға тырысты. Олардың күресі қандай болды? Ашаршылық туралы шынайы ақпаратты орталыққа жеткізу, қоныс аудару мен азық-түлік жіберуді талап ету, балаларды, жетімдерді құтқару, отрядтан халықтан малды күшпен тартып алуды әшкерелеу, телеграммалар, хаттар, арыздар жолдау. Алайда сталиндік жүйе зиялыларды тыңдамады. Көпшілігі кейін ұлтшыл, халық жауы деп айыпталып репрессияға ұшырады.